сөз де садақа. Адам баласы садақа дегенде көбінесе ақша мен дүниені елестетеді, бірақ кейде ешқандай қаржы жұмсамай-ақ ең үлкен садақаны жасауға болады. Ол жылы амандасу, шынайы алғыс айту, кешірім сұрау, көңілі түскен адамға демеу болу, біреудің еңсесін көтеретін бір ауыз жылы сөз айту. Осылардың бәрі жүректен шыққан садақа болып есептеледі. Осындай қайырымдылық жолда сіз де басқаға көмектесіп және жақсылық жасағыңыз келсе, бізде өтіп жатқан тегін сабақты көріңіз. Сол сабақты көре отырып, өзіңіз өзгеріп, өміріңізді өзгерте аласыз, және шынайы адамдарға білгеніңізді бөлісе аласыз. Ол үшін осы видеоның соңына тегін сабақ деп жаза кетіңіз, немесе менің жекеме өз WhatsApp телефон номеріңізді қалдырыңыз.